Орман шетінде домаланып бара жатқан кірпіні аш қасқыр бас салады. Сол кезде кірпінің инелері қанжардай қадалып, қасқырдың тұмсығы қанға боялады. Өзінің озбырлығын, қомағайлығын сездіргісі келмеген қасқыр: «Бетіңнен сүйейін деп едім. Сен-ақ түрпілеріңді тастамай жүреді екенсің өмірі» деп сылтауратады. Кірпі түрпілерінің арасынан біздей тұмсығын шығарып тұрып, сықылықтай күледі: «Асықпа қасекесі, сенің азу тісің түгел түсіп біткен кезде мен де түрпілерімді тастаймын» дейді. Сөздердің түсініктемесі: бас салды деген шап беріп ұстап алды. Қанжар ол қынға салып жүретін пышақ пішіндес, екі жүзді, ұшы үшкір, өткір қару. Қомағайлық дегеніміз ашқарақтық, тамақсаулық. Тұмсық деген жан-жануарлар мен адам баласының ауыз, мұрын орналасқан жері. Озбырлық дегеніміз ол зорлық-зомбылық жасаушылық, жәбір көрсетушілік. Сылтаурату деген бір нәрсені сылтау ету, уәж қылу. Сықылықтау ол бір нәрсеге мәз болып, сылқ-сылқ күлу. Азу тіс дегеніміз ауыздағы тамақты шайнайтын негізгі түпкі тіс.